ешқандай пыпысыз, ешқандай диетасыз арықтап жатқан гүлімнен сәлем алтындай менің ютубер оқырмандарым. Қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз қалай? Сіздермен бірге бірде арықтаймын деп сіздерге күнделікті отчет салу арқылы арықтап жатырмын. Білесіздер, бірақ енді қыздар результаты енді огонь болып жатыр. Прям мына видеодан да көріп тұрған шығарсыздар. Алдыңғы бірінші видеодан бастап көрген жандар болса, мына видеомен айырмашылығын бірден сезінетін шығар. Енді барынша қыздар ешқандай отыра беруге, енді жата беруге, ол жағының бар жағынан өзім енді күндіз көп демалмауға, яғни жұмыс істеуге, жаттығуды көп жасауға өзімді әдеттендіріп жүрмін. Және де бүгінгі жаттығудың ішіне бүгін танцовка би қостым. Енді 40 минут тоқтамай жаттығу жасап деген денем деген тер болып деген өзімді кәдімгідей билеп деген өзімді денемді кәдімгідей бос бар ғой, кәдімгідей жеңіл сезініп қалдым ғой. Ал қыздар, арықтаймын, әлі арықтаймын, міне арықтаймын деп жүрген болсаңыздар, давайте көтендеріңізді көтеріп жаттығу жасаңыздар. Денсаулық өздеріңіз үшін қажет. Өйткені мен мына жаттығу жасамасам, артық салмақты тастамасам, өйткені мына менің мойным удай ашып кәдімгідей маған кері әсерін беріп жатқаннан кейін осылай бастауға жөн көрдім. Оны себепсіз оны артық салмақ анау-мынау деп болмайды екен. Бәрібір өзіңнің жасына сай өмір сүргенге не жетсін. Енді мен мына жерде деген кәдімгідей деген жаттығуды жасап болып борша-боршып шығып инстаграмда бәріне отчет беріп жатырмын. Сосын әдеттегідей ол жаттығуды жасап жүріп, үйдің тірлігін жасап жүріп сіздерге видео отчет салып жатырмын. Енді бүгінгі заказ, кешкі тамақтың заказы күйеуімнің заказы болды. Мен күйеуімнің заказы, бүгінгі заказы орама. Жан бүгін орама жасашы дегесін. Әдеттегідей үйдің тірліктерін бәрін жасап болып, кешкі тамақтың қамына кірісіп кеткен жайым бар. Менің күйеуім мантыны, ораманы дегендерді қатты жақсы көреді. Сондықтан бүгін күйеуімнің айтқаны орама дегесін. Бір айтқан сөзің мөлдіреген көзін деп әдеттегідей тез кешкі тамақтың қамына кірісіп кеттім. Өзім мөлдіреген көзім деген сияқты мынау менің наным, қамырым. Осы нанға ораманы салып, тәп-тәтті қылып, күйеуіме әдемі қылып, мощный, сочный қылып бүгін орама жасап бердім. Бірақ қыздар тамағымен, жаттығумен, бірақ кешкі тамақты мен тойып ішіп жүрген жоқпын. Bir қалыпта тек кішкене жеп, жеңілден ғана жеп жүрмін кешкі тамақты. Ал енді келесі кезек сіздерде лайктарыңызды что-то соңғы кездері аз басып жүрсіздер. Мені қолдап комментарийларыңызды жазып, толтырып жазып кетіңіздер. Сіздердің барекелеріңізді көріп, мен шабыттанайын әрі қарай.